Президентке хат жолдаған жас жұбайларға елбасынан жауап келді. Шаңырақ көтергелі жатқан ақтаулық жас отбасы Нұрсұлтан Назарбаевты өздерінің тойына шақырған екен. Ерлі зайыпты тойға шақыру билетін пошта арқылы жолдаған. Отау құрып жатқан Мейрамбек Исаев пен Әсел Қаржауоваға бүгін Ақордадан Назарбаевтың атынан жедел хат келді. Сонымен хатта не жазылды екен? Бүгінгі жиын ерекше. Бұған себеп шаңырақ көтергелі отырған Мейрамбек Исаев пен Әсел Қаржауованың қуанышы. Олар елбасына арнайы хат жолдап, үйлену тойларына шақырған. Президенттің поштасына түскен мыңдаған хаттың арасынан ерлі зайыптыларға Ақордадан жедел хат келген. Хатта жұмыс кестесінің тығыздығына байланысты президент жастардың тойына бара алмайтынын айтып, өз атынан құттықтаған. Осы ретте жедел хат аймақ басшысының қабылдауына келген жастарға оқылып табысталды. Ата-аналарым, жақын туысқандарым, жолдастарымның өздеріңе артқан үміттері мен сенімдерін ақтап, еліміздің тату-тәтті, бақытты, өсірілген отбасысы атаңызды. Әрдайым заман талабына сай оқып, ізденіп, абыроймен еңбек етіп, ұрпақ өсіріп, ұзақтар ғибратты ғұмыр кешіңдер, зор денсаулық, жас шаңырақтарына шаттық пен құтты береке тілеймін. Өмірде көретін қуаныштарым мен тойларым көп болсын. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Әу баста елбасына хат жолдап, үйлену тойына шақыру Мейрамбектің идеясы. Ол болашақ жарына тосын сый жасап, ерекше қуаныш сыйлағысы келген. Енді міне бүгін жолданған хатына жауап келді, асқақ арманы орындалды. Мен елбасына хат жолдаған өзімнің екеуміздің қуанышымызды бөлісейін деп. Сол хаттаманы жолдаған соң, сол елбасымыз оқып, хатымызды қабылдап, сол себептен акиматқа құттықтауына келіп, құттықтауын қабыл алдық. Сол себепті осындай қуанышымызды бөлісіп, бізге хатын жолдап жатырған елбасымызға және осы қалалық облыстық әкімшілігіне көп рахметімді айтамын. Шаңырағы шаттыққа бөленгелі отырған Исаевтар әулетінде 3 бала, ал үйінің ең кенжесі 26 жастағы Мейрамбек екен. Сондықтан ата-анасы қара шаңыраққа ие болатын бала еліне тілектерін арнап, елбасының атынан келген жедел хатқа алғыстарын жеткізді. Елбасымызға баламыз отау құрғалы жатып, соған хат жолдаған. Сол хатын елбасымыз жылы қабылдап, содан өзіміздің облыс әкімі Алик Серікұлына хат жолдап, сол жедел хатын оқып бізге өзінің қуанышын бізбен бөлісіп жатыр елбасымыз. Отау құрып жатқан 2 жас бақытты болсын деймін. Осылайша маусым айының 26 күні Ақтауда Мейрамбек пен Әселдің үйлену тойы болады. Яғни өңірде тағы бір жас отбасы шаңырақ көтереді. Гүлайна Мерген, Фархат Шаткам, жаңалықтар.